Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермендер. Күлтөбе студиясы тағылым подкастында бүгін ерекше подкаст, ерекше формат десек те болады. Тұранның, Түркістанның, жалпы Алаштың той қызықшылығында жүрген екі қос асаба бүгін біздің студиямыздың төрінде. Ассалаумағалейкум, студияға қош келдіңіздер. Уағалейкум ассалам, рахмет. Мәке, қош келдіңіз. Омарбек Бағзат, сізді әлеуметтік желіде жұрт гармонмен бет ашатын қара жігіт деп таниды, және Бекболат Шекербек, бүгінгі той томалақтың, құдалықтың көркін келтіріп жүрген, қазақтың мынау үн таяғын қолына ұстаған, айтарға сөзі бар азаматтарсыздар. Біздің студиямызға тағы да бір қош келдіңіздер дейміз. Бүгінгі біздің жаңа айтып өттік тақырып асабалар тағылымы. Қазір той көп, жаңа да әңгімеде қылып жатырмыз. Жылт еткен жылымықты жібермейтін той жасағыш қазақ көп. Әрине той болғанын, жақсылықты, қуаныштың болғанына ешкім қарсылығы жоқ. Осы орайда бүгін сіздермен асабалар тағылымы деген тақырыпты алып отырмыз. Асаба ма, тамада ма, осыған қатысты бір сөздің басын ашып кетейікші, қайсысы дұрыс, және оның қайсысын сіздер көп қолданасыздар, және осы бағыт қазір қаншалықты өрбіп келе жатыр, қаншалықты дамып келе жатыр, және осы салада қанша жылдан бері еңбек етіп жүрсіздер. Жалпы негізі асаба деген өте орынды деп ойлаймын. Өйткені асаба қазақ тіліне де, тілімізге де, жалпы келелі ұрпаққа да әдемі не болып қала беретін. Енді тамада деп баяғы союздың кезінен қалған ұғым дейсіз ғой. Иә, сондай қалған ұғым тамада дейді, ведущий деп жатады, орысшаға кетіп қалады. Енді тіліміз бен дінімізді құрықтайтын қазақпыз ғой. Асаба деген меніңше дұрыс деп ойлаймын. Біреулер несі, біреу ас аға деп шыққан бұрын деген нелер де бар. Енді ас аға деп, мен өзімнің ойымша асаба деген дұрыс сияқты. Той басшы деген ұғымдарды да қазір соңғы кездер көріп жатырық қой. Той басшы деген ұғым, мен естігенім, той басшылық қазір көкпар жанры бар біздің қазақтың салт дәстүрінде. Сол көкпарда той басшылық ететін, микрофонды, яғни өзіңде асабасы да жүргізетін адам той басшы деп солай түсінемін. Сол ұғымда. Той басшылық деген енді жалпы мәніне астарына қарасаңыз, той басшы дейді. Ол да бір асабаның бір түрі ғой, былайша айтқанда. Той баяғы ауылда жүрген кезде ауылда өстік барлығымыз. Ауылда бір жиын болса, той томалақ болса, көкелеріміз жүретін сөйтіп киіп жойып, ол әулеттің ағайыны болса да болмаса да солай ауылдың адамы, сол кісілер той басшы дейтін, тойдың биі дейтін, биі деп, сондай азаматтар болады. Тойды басқарып жүрген адам дейсіз ғой ол. Иә, сол тойдың кем кетістігін, жоқ жетістігін бәрін жүгіріп, олар енді тамада асаба болмаса да сөздің барлығына жүгіретін, той басшылық ететін, той басшылық ететін. Ас ауқатқа да қарайтын, ас ауқатқа бәріне де жауапты. Қонақтың қасқабағына қарайтын да сол кісі. Біреу самаурынға жұмсайды, біреу табақ тасуға жұмсайды, біреу құда күтесің дейді. Жаңағыдай қызметте әрқайсысын бөліп солардан реттеп отыратын той басшылық деп ойлаймын. Иә. Енді осы қазіргі асабалықтың, той басшылықтың дәурені жүріп тұр ма? Енді қазір жүруін жүріп тұр, бірақ енді жалпы өзіңіз қазақ, енді қазір қарасаңыздар, тойдан шаршадық, той көп, бірден әлеуметтік желілерде қарасаңыздар, жалпы өнердің арасында жүрген азаматтардың көбісі де Жүсіп Шорайбай ағаларымыздың да несін көріп жатырық, той тоқтату керек, той түйді керек, той. Енді жалпы адам болған соң той болған жақсы ғой негізі. Бірақ мен ол той, менің өзім кәсібім болып айтып жатқан нәрсем емес. Қазақ той болсын, жиғаның тойға шашылсын дейді. Тойдың болған жақсы, кім қуанышты болған жек көреді. Құдай сақтасын, адам жақсы сөз жарымырыс дейді. Жақсы сөз шықса ауыздан, періште әрқайсымыз аумин деп тұрады екен. Өйткені коронавирустың кезінде алдында ойбай осындай той көбейіп кетті, той деп. Құдай сақтасын, сол кездер коронавирустың кезінде өлім жітім көбейіп, керек десеңіздер жаназаға да қатысатын мүмкіндігіміз болмады. Адам таппай қалдық. Жаназаға адамдар жиналмайды. Байтал түгел басқа болып кетті дейсіз ғой. Қараңызшы, Құдай сақтасын. Пейіл деген бар нәрсе бар қазақта. Пейіл. Құдай малымды алсаң да арымды алма, пейілімді алма дейді. Пейіл. Ол той деген жалпы айтқанда қазақтың шашылуы ғой енді. Енді бұл айналып келгенде саясатқа келіп тіреледі, ол жерде қарап тұрсаңыз, біздің қазақ той істей береді, тойын ағыла береді, кредит алады, өйтеді, бүйтеді деп. Енді әркімнің санасына берсін. Енді жағдай жоқ болса, той істемей ақ қойсын, оны ешкім кінәламайды ғой. Жағдай болып тұрса, неге той істемеске, тойға ағайын туысқанға ас беріп, қуанышты бөліспеске, неге бір екі адам басын қосып шай бермеске. Адамның көңілі ғой, былайша айтқанда, ол тойды қыса берсек те той болмайды. Бірақ енді ақиқатында қазір қарасаң болмайтын тойлар да көп.
Ол осы сұрақты мен қояйын деп отырмын. Тойдың бүгін түрі де көп, форматы да көп. иә Жаңа да айтып жатырмыз ғой, 20 жасқа толса да той, 30-ға толса да той, жаңағы бала жүрсе де той, бесікке салса да той. Осыған енді әрине қазақтың дәстүрімен астасатын тойларға қарсылығымыз жоқ. Бірақ өкінішке орай жылт еткен жылымықты құр жібермей той жасай беретін отбасылар бар. Менің елге бергенім бар, соны қайтарып алайын дейтін, кәдімгі ашық айтатын азаматтар да бар да. Неге? Былтыр ғана жасаған сияқты едіңіз ғой, осы өзіңіздікін десең, биыл енді жеңшеңнің юбилейі деген сияқты, баламның тойы, баламның баласының тойы деген сияқты сөздерді қолданады. Енді осы қандай той қажет, қандай той қажет емес деп ойлаймыз. Жалпы той құдайдың қазынасы дейді ғой. Өзім жыл сайын той істейтін әулеттерді білемін. Биыл 2025 болса, Алла нәсіп қылса, келесі жылы не той істесек екен ей деп отыратын отбасылар бар. 2026-та. Тойдың да түрі көйіп кетті ғой, қазір өзіңіз айтпақшы. Иә. Тойдың болғаны жақсы ғой, бірақ дегенмен басты негізгі тойларды ғана алып қалу керек ау. Үйлену той міндетті түрде. Баяғыда совет үкіметінің кезінде нектен қыз ұзату той деген де болмаған ау, жобасы. Өзіміздің егемендігімізді алғаннан кейін бар, осы салт дәстүрлер қолға алынып, есімізді жинағаннан кейін бар, ұзату тойлар істеліп жатыр ғой. ұзату болған ұзату Аз еді, бірақ алып қашуды өте көп дәріптелді ғой ол заманда. ол заманда енді тойдың аздығы енді шындап келгенде халықтың жағдайын бәрі бірдей еді ғой. Тойда действительно халық той істеуге жағдайы жоқ. Ауылда той болатын кезде палатка құрып, ол кезде тойхана деген нәрсе жоқ. Ол кезде халықта жағдайы жоқ, действительно барлық халық деңгейі бірдей да. Иә, күн көрісі. Екі той болатын еді ғой, сүндетте үйлену той. Сүндетте үйлену той болатын, иә. Кеше осы 2000-ші жылдарға дейін жобасы. Иә. Мен кейде өзім күлгім де келеді, кейде әкеме әзілдеп те айтамын. Бізде үш баламыз, үшеуміздің де сүндет той болмаған. Үш балаға сүндет той жасау, сонда біз енді әкемді кінәламаймын енді ол нәрсеге. Сол кезде мен қатарында балалардың көбісі класста бір 12 бала болатын болсақ, сонда үшеуінің сүндет тойы болды, болмады мысалы. Үшеуміз ақша шығарып істеп жүрсеңіздер жазады екен де, үш атқанмен. Соны сен өзің тамада болып берсең қалай қалайсың? Еш болып кетті ма? Иә, сол той өкінішке орай қазір көбейіп кетті ғой. Сол енді жаңа өзің айтқан саясатта да бізде қарыз алып кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді. Ұят болады деген сөз қорытады қазақта. Ұят болады. Қарыздан той жаппай қалып, ертесіне сол үйде айқай жанжал болып отырғанды естіп жатамыз ғой. Сол нәрсе. Қарыз алады, той жабады деп ойлайды, өкінішке орай той жаппайды. Сосын жанжал басталады. Қиын. Бәсекелестік деген жаман ғой негізі. Біреу той істесе, жағдай жетсін, жетпесін, біз де істеуіміз керек. Асырсам дейді ғой, асырсам, содан асырсам, болмаса сонымен кем болып қалмаса. Сол шақырған әншісін де шақырсам дейді. Иә, сол шақырсам дейді. Пәлен деген әнші келмесе тойың қызық болмайды деген. Бекболат сияқты тамадаларды шақырсам дейді. Бекболатта мысалға Түркістандағы қазір ең қымбат тамада осы. Бұл халықтың жағдайына қараса болады ғой бұл да. Енді отыр қазір той көп деп. Той болсын деп па? Той болсын деп. Жалпы қазіргі тамадаларға қойылатын талап көп па? Сіздерді енді тойға шақырады ғой. Мысалы телефонда, әлеуметтік желіде сіздерге байланысқа шығады. Сол кезде мынаны айт, мынаны айтпа, мынаны жаса, мынаны жасама деген сияқты бір талап, тілектері, ұсыныстары болып жата ма? Той мәселесін мына кісіге қоя беріңіз. Мен тойды 2017-18-ден бастап тоқтатқам, тек беташар жанрында. Жоқ, ол беташар да қазақтың бір тойының түрі ғой. Иә. Оған да тоқталайық, өйткені жаңа айттым ғой, сіздерді студияға шақырғаннан кейін сіздің де сұхбаттарыңызды қарадық, іздендік, оған да қатысты нәрселер дүниеге жетеді. Бірақ сол асаба ретінде, сізді беташар асабасы ретінде шақырғанда да қойылатын талап бар шығар? Мені көбінесе тойға шақыратын адамдар, мен тек қана арақсыз, ішімдіксіз тойлар басқарғаннан кейін артық әңгімені, артық ойындарды, би жарысты жақтырмайтын адамдар шақырады мені көбінесе. Соны айтады маған алдын ала. Би жарыс ойнатпа дейді. Айып етпеңіз, мен онсыз да ойнатпаймын би жарыс. Біреудің намысына тиетін сөз айтпа дейді. Оны да айтамын. Онсыз да біреудің намысына тиетін сөз айтпаймын мен. Жалпы халал той деп айтамыз ғой, ауызекі тілде. Сол халал той басқарғаннан кейін көбінесе сол шариғаттың шеңберінде Алланы ұлықтайтын тойлар ғой, шамамыз келгенше. Бастан аяқ уағыз айтпасақ та, әйтеуір сөзіміздің бас аяғында Алланы ұмытпай, осы еліміздің, халқымыздың, қоғамның бір дұрыс жағына қарай бет түзеуіне шамамыз келгенше осы асабалыққа шыққаннан кейін тырысамыз. Мысалға
5 уақыт намазға мешітке бір 20 адам баруы мүмкін. Үлкен мешіттерде мақұл 50 адам барсын ше, орталық мешіттерде 5 уақыт намазға ше. Жұмада ғана бір 200-300 адамды жинайды имам. Біз күнде алдымызда 200-300 адам бар ғой біздің тамадылардың, жалпы Қазақстанның тамадыларына үндеу деп айтсам болады ме ше. Күніге алдыңда 200-300 адам бар. Сол 200-300 адамның алдына шыққан кезде ертең Құдай да сұрайтын шығар енді, анаған Алла біледі. Не айттың? Мен саған сондай өнер бердім. Тіліңе қуат бердім. Иә. Сол кезде сен сол 300 адамды бір қоғамды тәрбиелейтіндей не айттың деген сұрақ қойған кезде жауап бере алатындай дәрежеде жұмыс жасау керек деп ойлаймын мен жалпы асабалар. Барып біреудің әйелімен біреудің күйеуін секіртіп билеп, сен мүмкін қайдан білесің сол күйеуі қызғаншақ шығар оның. Үйіне барып сенің кесіріңнен ұрыс шығып кетуі мүмкін шығар. Ажырасып кетуі. Иә, қу пендешілік, ана әйел бір подаркаға қызығып шығып қалуы мүмкін. Сен қақылдап қоймағаннан кейін шық деп. Содан үйге барып ұрысып жатса, ажыраспаса да сол ұрысқа сен себеп болып қалуың мүмкін да. Жалпы өз басым сол асабалардың бейжарыс бір анайы, бейәдеп сөздеріне қарсым. Өзім асаба болғаннан кейін қарғаның көзін шумайды дейді ғой. Мұсылман болу әсте десек те мен айтпасам, басқа біреу айтпаса кім айтады осы әңгімені. Машалла. Иә, Бағзат аға, сізге қандай талаптар қойылады? Маған талаптар қазіргі беташар жанрында основной жалпы негізгі нәрсе ақша сұрау мәселесі. Бізде сол сайқымазақ айналып бара жатқан сияқты. Енді Сұрама деп айтамын сонда сізге? жоқ, сұрама сұра деп демейді. айтамын. Жоқ, мысалға беташардың тізімін жазып берген кезде маған баратын кезде балам андай ақша сұрап, ондай нәрсе ерсі нәрселер болмай қойсыншы дейді. Оның сөзі мен жарайды деймін. Өзіңіз кім қалай жазып бересіз, солай істеп беремін. Ал енді кейбір жерге барсаңыз бараттағын, Бағзат мына жерде осындай пәлен жұмыс істейді. Жездем, болмаса мынау ішіп алған кезде индийский өлеңді өлтіреді. Болмаса осындай әпшемнің айтқанын істейді деген сияқты жезделерін, болмаса бөлелерін, ағаш шендерін, сондайлар жазып береді. Қағытпа қалжыңға сұрайды. Қалжыңға сұрайды. Ол беташардың негізгі қызығы сол. Бірақ оны да айта білудің өзі де бір жеткізе білу. Ал енді жалпы айтқанда көпшіліктің арасында отырып жеткізе алмай жаңағыдай шли арсыздыққа келді, бұл қинап ана жерде ол действительно ақшасы жоқ шығар ойда. Артық ақша шықпаған шығар. Ол жоқ болған күнде де мысалы оны жеткізудің өзі өнер былайша айтқанда ше. Әзілмен келтіріп, мынау майдан қыл суырғандай дейді қазақта. Сол сияқты жеткізе білудің өзі өнер да. Енді менікінде көбінесе сол айтатын нәрселер сол. Барам, беташада жаңағыдай не айтпай ақ қойшы, ақша туралы сұрай бермей ақ қой. Бұл жарайды. Өзіңіз қалай маған не бересіз? Информация бересіз, яғни бағдарды бересіз. Соған қарап мен ашып беремін. Қай форматта ашып берейін? Қайғылы жағдайда ма, күлкілі жағдайда ашып берейін? Форматын өзіңіз таңдаңыз дейсіз. Форматын таңдаңыз дейді. Соған қарап ашамыз. Өз халықта тамаданы өзінің несіне қарай, талғамына қарай шақырады өзі. Жоқ, онда жасыратын жоқ. Бағзат Тамаданың жалпы беташарлардың бәрін әлеуметтік желіде жүреді ғой, сіздікі күнде жүреді. Мен енді бір не бар. Шоу форматында өтетін сияқты ғой сіздікі жаңағы. Бәке мынандай нәрсе. Енді мен жаңа Бекболат шәкіртім айтып кетті ғой. Жалпы Алланың алдында сұраламыз деп. Алла тағала әркімге кәсіп берген, біреуді тамада қылса, асаба қылса біреуді жалпы электрик қылып, біреуді әкім қылып, біреуді рабочий қылған. Әр нәрседен сұраламыз ғой Алланың алдында. Біз енді Құдайға шүкір біліп білместен күнәларымызды Алла кешірсін. Бірақ мен көбінесе сол нәрсені былай ойға аламын. Қазір әлеуметтік желілерде де жүр, әйелдердің басына орамал мәселесін айтасыз міндетті түрде. Иә, ол әйел өйткені беташар деген қазақтың қазаққа қиыла жатқан салт дәстүрі. Ертең бізде кетеміз өмірден, бізден кейін қалған ұрпақтар, одан кейінгі ұрпақтарға салт дәстүрі күйінше қалу керек. Ал енді сондай нәрсеге құрмет көрсету біздің азаматтық, яғни ұлттық азамат борышымыз, мүддеміз. Яғни айтқанда, ертең мысалға қазіргі заманауи дейміз, беташарлар болады. Келін шығады, келін жалаңбас. Екі шетінде абысындар, ол жалаңбас. Ене жүр, ошым жалаңбас. Енесінің шашы жасыл ма бірдеңе бояп алған. Ал енді сол жерде біз қазақи дәстүрмен барған екен беташада менден демей кетесің болады, әзілімді айтып, анадан ақша сұрап, мынадан ақша сұрап, ақшамен әзілді келтіріп кетесің де болады. Бірақ біз сода нан жеп отқаннан кейін қазақилығымыз көрсетіп, ол жерде беташардың дәстүрі негізі орамал. Келінге орамал жабу, орамал салу. Ал келінге орамал салам деп отқанда абысыны, енесі жалаңбас жүр. Не қыласыз, орамал сал.
онда бетін ашпай ақ қою керек қой, ашып келген келін болса. Біздің қазақ дәстүрімізде. Тақпайтын болса. Иә. Сондай жандарларға мен кейде абысындарға тиісіп, кейбір әйел затына да жексұрын болып қалған кездерінде болған. Кешіріңіз деймін да, мен сіздің намысыңызға тиісемін. Бірақ бұл беташар. Қай кезде жалаңбас жүрсең де, бірақ беташарда қолтық сүйеп тұрғаннан кейін орамал тақсаңызшы. Болмаса енесіне де айтамын. Өзіңіз ене болып жатсыз. Кейбіреулер екінші, үшінші келін түсіріп жатқанда жалаңбас жүреді. Ең болмаса жарты сағат беташарда бір орамал тағып тұрыңыз. Оның өлеңмен енді шамалы кішкене әзіл құрамам бар, өзім сөйтіп келтіремін. Біреулерге жалпы негізі халық біледі ғой өзі. Отырған кезде сол нәрсе өзіне халыққа жағып отырады. Қошеметін аямай, үлкені бар, кішісі бар. Орамал жайлы бір шумақтарыңызды айтып жіберсеңізші. Ол үшін бір әйел керек. Орамал жоқ па? Жақсы, енді жалпы жаңа айттық қой, асаба болу өз ісін әдепті озбау борышың. Иә? Жеке әркімнің жеке шекарасына өтпеу, намысына кірмеу, жаңағы той иесінің де жаңағы абыройын асқақтату, ол асабаның міндеті. Той жасап жатқанда өмірінде бір адам той жасап, бір-ақ рет той жасауы да мүмкін. Жаңа өзіңіз айтқандай, мүмкін адамдар өмір бақи да той жасай алмай кетуі де мүмкін. Өмірінде бір ашылып, шашылып той жасап жатқаннан кейін оның да абыройын асыру керек. Бірақ шоу жасаймын, абыройын асырамын, тойды қызықты қыламын деп, жаңа өзіңіз айтқандай, ел мен әйелді жарыстырып, біреулер құлап атады ішіп алып. Біреулердің ұятты жерлері ашылып, шашылып, көрініп атады өкінішке орай. Қазір енді барлығының қолында кем дегенде бір смартфон, кейбір байларда 2 смартфон шығарады, тарс-тарс түсіріп әлеуметтік желіге салып жібереді. Ол ертең бүкіл әлемге масқарасы болып, жаңағы абыройы төгіліп ататын да жағдайлар кездеседі. Енді осы сайқымазақтықты, мәдениетсіздікті қалай тоқтатуға болады жалпы? Жалпы ол нәрсені мен өзімнің енді қазір адам ең оңай ақыл айтуымыз ғой. Ең оңай жұмыс ақыл айту. Ақыл айтудан аулақпын, өз пікірімді айтайын. Жалпы талай жер, қанша жыл болды біз той жиын басқарып, той басқарып, жақсылықта жүргенімізге. Бұл жерде әулеттің үлкендері деген нәрсе бар да. Әулеттің ақсақал, баяғы абыздар дейді ғой. Тоқтауға айтатын, жаңа Бекболат айтты ғой басында, кеп айтады, осыны істеме. Ал қазір ондай ақсақалдарымыз кем болып барады шындығында дегенде. Алла сақтасын, кейбір ақсақалдарымыздың өзінде де әлі арақтан тыйыла алмай, әлі өз-өзіне келе алмай, жас бала сияқты қылықтарының өзі, әңгімесінің өзі үлгі алатын емес, бір қорқынышты нәрселер еститін жағдайға жетіп жатыр. Жалпы той істеген кезде баяғыда кеңес ас дейтін болатын. Той істеген адамдарды да ақылдасып, біз не істесек болады, осындай істейміз, той басшың кім, асабаң кім, пәленше, түгенше, соның бәрін ақылдасып, олармен де бір сөйлесейік, жанрын қалай неме өткіземіз, әзіл болсын, бірақ шектен шықпау деген нәрселер болады. Соның бәрін ақылдасу керек. Қазір тойдың көптігі соншалықты ақылдасуға, асабалардың уақыт жоқ онымен, жолығуға, Ағайынның да уақыт жоқ. ағайында уақыт жоқ. Әркім тұмтырағай, тұрымтай басымен Маслихат дейтін еді ғой. маслихат деген болмайды қазір. Сода шешіленеді, кім не істейді, кім неге жауап береді. Содан кетіп жатырық біз. Ал енді асабалық деген нәрсе бұл жалпы айтқанда біреулерге оңай жұмыс болып қалды да. Әдемі сөз басында жаттап алсам болды, ары қарай сайқымазақ, жаңағыдай жын ойнақ, интернеттен көріп ойындарын ойнатсам болды дейді ғой. Ал енді ол адамға еркіндік бергеннен кейін не істемейді ол адам? Ол асаба болып тұр, жас болсын, мейлі үлкен болсын. Бұл жерде бір ерсі нәрсе күлкілі болуы мүмкін, бірақ ол өзім қатырып жатырмын деп ойлайды. Содан ары қарай еркіндік болғаннан кейін ол білгенін істейді. Жаңағы асабалар бар ғой, тойдың егесіз, бірақ асабасымен мен басқарамын деп жаңағы өзін білермендікке салынып, кейбір асабаларда айтпайды ғой, егер менің ісіме араласатын болса, той тастайын да кетіп қаламын деген сияқты нәрселер болады. Енді Бекболат, сіздің пікіріңізді білейік жаңағы сайқымазақтықтарға, жаңағы қалай ол тосқауыл қоюға болады, қалай тоқтатуға болады. Өкінішке орай қазір интернетте асабалардың барлығының парақшасы бар. Барлығы сондай ойындарды салып жатады. Біреулерге ол ұнайды, біреуге ұнамайды. Бірақ шоу жасаймын дегеннің барлығына өкінішке орай өтіп жатыр. Осыдан 3-4 жыл бұрын Түркістан қаласында Түркістан облысының бас имамы келді, акиматтан адамдар келді, әкімшіліктен, полиция департаментінен адамдар келді, асабалар жиналды. Оңтүстіктің осы Түркістан облысының сөз түзелді, тыңдаушы сен де өзгер деген, Сен де түзел. сен де түзел деген тақырыпта кішігірім құрылтай өтті, жиын өтті. Сіз арсыз ба сөйледі? Енді естідік біз, болған жоқпыз бірақ. Сол жерде осы тақырып қозғалды.
осылардың бәрін алдын алайық. Ертең жүзіміз жарық болуың үшін ұрпақтың алдында келер болашақ. Осы тақырып қозғалды. Қайтсек болады. Сол кезде осындай әңгімелер айтылды. Ол жерде енді жаңағыдай асабалар келмеді, өкінішке орай. шоу жасайтындар. Шоу жасайтын асабалар білді ау, өздері іштері сезді ау. Соларға қарсы әңгіме айтылатын. Малуда кемеді деп қойса. Ол жерде енді алдын алу деген тақырыпта жаңағы той егелерінің талғамына байланысты ғой. Қазір тойдың егелерінің талғамы көбінесе келген қонақты күлдіру. Солар келген қонақтарымды күлдірсе болды. Мазақ қылып күлдіре ма, шешіндіріп күлдіре ма, қолтығынан қызықтап күлдіре ма, қызықтырмайды. Күлдірсе болды. Тойым қызық өтсе болды дейді ғой. Сайық мазақпен тамада деген сайық сөзбен, асаба деген сөзбен сайық мазақ деген сөз қазір егіз ұғым болып кеткен. Синоним болып қалды ма? Екеуі егіз ұғым болып кеткен, менің түсінігімде, ананы Алла білуші. Сен тамадасың ба, күлдіруің керек. Сен салиқалы әңгіме айтасың ба, сен табиғатың сайық мазақтыққа жақын ба, жақын емес па, қызықтырмайды. Менде кейде бір тойлар болып болады да. Мен өзім көрмеген, бірақ жақсы тамада деп біреуден естіп алады да, сөйтіп мені тойдан шақырады ғой. Той басталғаннан бейжарыс ойнатшы деп күйдіреді ғой. Әй, мен ол табиғатыма келмейді. Мен баяғыда ойнатып, бәрін тауысып, карьерамды аяқтағам. Мен келе жатырмын уже дедім. Иә. Маған бір дұрыс әңгіме айту керек болса, өлтіремін ол жағын. Дұрыс әңгіме айтшы, келген қонақтар бір ойланып, ой түйіп кетсін. Сондай әңгіме айтшы десең, соны мен істейін. Жаңа бейжарысымды ойнатамаймын айналайын деп. Той егелерінің талғамы ғой бұл жерде басқа. Ештеңе айта алмайсың. Өйткені қазақ айтады, талғамға талас жоқ дейді да. Иә. Сен бейт деп. Менің өнерімді ұнатпайтын адамдар бар мысалға. Тур сол сияқты қарама-қарсы жаңа сайқымазақта ұнатпайтын адамдар да бар да. Ол адамдардың бәрі бірдей болып кетпейді ғой. Сол себепті адамдар шамалы кітап оқып, көкірек көздерін ашу керек шығар деп ойлаймын. Сайқымазақтықтардан арылу үшін ше. Бір рухани дүние алу керек дейсіз ғой. Сол ғой, иә. Той енді ол қанша ғасырдан бері жалғасып келе жатқан қандай той болмасын, мысалы беташар болсын, сүндет той болсын, ұзату болсын, үйлену болсын. Тек қана діни кітаптар емес, рухани кітаптар емес, осы салт дәстүр, тарих, сондай жанрдағы кітаптар оқып, бұрын ата бабамыз қалай болды, бұрынғы осы ислам дінін ұстаған біздің ата бабаларымыз қандай болды деген, сол сара жолға оралу керек ау. Сол кезде ғана халықтың да талғамы өсетін шығар, менің ойымша. Енді осы орайда менде бір сұрақ туындайды. Осыдан бір 10-15 жыл алдын жаңа өзіңіз айтқандай, ұзату дегенде кем деген болатын еді. Бар еді, бірақ өте аз еді. Қазір алып қашу деген жойылды. Леуде біреу бір 1000-дан бір болмаса, бірақ 100 қыз тұрмысқа шықты, соның 99-ы ұзатылып шығып жатыр да. Сыңсу айтылуы бар. Әйтеуір мәдениетіміз орындалып жатыр ғой. Алып қашу статья болып кетті ғой қазір. Қазіргі таңда енді тойларда ұмытылып кеткен, бірақ тойларда халық өзі сұрайтын бір дәстүрлер орын алып жатыр ма? Енді көпшіліктің арасында жүрсіздер ғой сіздер, беташарда болсын, үлкен тойда болсын. Мысалы қазір отбасылармен бірге қазақы нақышта киініп шығу тренд болып жатыр мысалы да. Батырлармен шығу тренд болып жатыр. Сол сияқты бір дәстүрді оятып жатқан, тірілтіп жатқан бір тойдың элементі дейміз ғой, бөлшегі бар ма осындай бір? Бізде жалпы қазір қалай түсіндірсем болады, жалпы мен кейде жылағым да келеді. Бір салт дәстүрді істейміз дейді дағаны, басқа бір нәрсеге еліктеп, біз қазақ еліктегіш. Жалпы айтқанда Алла сақтасын, мәңгүрттену жағына қарай кетіп бара жатқан сияқтымыз да. Нағыз қазақилық нәрсені істемейміз дағын, біреудің айтқан ақылменен Европаға еліктеп басқа бір нәрсе істеп жатамыз. Бір беташарларды мысалға ордаға алып шықты келінді, абысыны жоқ. Екі шетінен де кәдімгі биші қыздар, қазіргі заманауи биші қыздармен 4-5-6 қыз астына келінді алып шығып жатыр. Ол жерде де мен арнаумен әзілмен келтіріп, екі әйел шақырып, ол кезде айтып берген нәрселерім бар да. Келін түссе қыз секілді, келін түссе ел жұртың қызығады, жас келін елден ұялып сызылады. Мына дәстүрді қайдан көріп өңі қазағым, өстіп дәстүр біздің қазақ бұзылады деп. Әзіл айтам тағы да ел күліп кетсе, жақсы келін әулетке жақындай ма? Демеңіз мына асаба қатырмай ма? Екі шетінде қолтық сүйер абысындар тұратын, екі шетінде қатын қайда деген сияқты әзілмен келтіріп.
бір әйел екі әйел жетіп келіп қасына тұр, ана ішіне кіре алмайды, неғып тұр, әзіл айтам, тағы да елім күліп кетсе, қадірін салт дәстүрін біліп кетсе, екі қатын неменеге мәз болып тұрсың, орамалдың астына кіріп кетсе деген сияқты сондай нәрселермен келтірген жағдайларым бар да. Содан кейін барып біз енді әр жерде біздің именно оңтүстік өңірде осы оңтүстігімізде оқтау мен орамал ұстатады. Ал енді жаңа Қызылордаға қарай қамшы береді. Ал кейбір өңірлерде де шыбық. домбыраға ұшына байлайтындар шығып жатыр. Домбыраны ұшына байлаған әлі көрген жоқпын, бірақ сондай шыбық байлап жатады, неғып жатады. Жалпы негізі қазақ несінде олардың жат нәрсе емес, әдемі нәрселер. Бірақ әр жердің салты басқа, иттері қара қасқа деп қазақ бекер айтпаған. Ол жақсы нәрсе. Бірақ біздің бұзылуымыз Европаға қарай еліктеу. Жаңағыдай тек келіннің өзін шығарып қойып, абысын жоқ. Абысын не үшін? Қолтық сүйетін. Абысын сол әулеттегі көп балалы, болмаса бір жарамды, әдемі, сол әулеттің жанашыры, Үлгілі. жас болса да сол әулеттің барлығына анасындай жүгіріп, елге шайын беріп, бауырсағын ұсынған нелерді сондай үлгі тұтатын абысындар. Келінім шіркін осындай болса екен деп қол сүйеді. Қолтық сүйеу мәселесі сол бізде қазақтың несінде. Үлгі тұтар. Үлгі тұтар, яғни. Абысыны жаңағы арбаның алдыңғы дөңгелектері дейсіз ғой. Сондай нәрсе. Енді үлкен тойларда да болып жата ма осындай дәстүр жаңғыртамыз деп, жаңа не дейді, үлгі қыламыз деп бүлдіріп алатындар? Жақында осыдан 2 апта бұрын қателеспесем Шырайлы Шымқалада өте керемет жиын өтті. Өмірімде Қазақстанда бірінші рет болған той болды ол. Қазақстанда осы егеменді ел болғалы, бұрын болса болған шығар. Егеменді ел болғалы бірінші рет болды. Бата алу деген той болды. Ол жерде әйелдер жоқ. Тек еркектер. Ой қамшы деген рухани, тарихи, әдеби жоба бар Шырайлы Шымқалада. Ол жерде осы қазақ бүкіл қазақ танымаса да өз айналасындағылар танып біліп жүрген әдебиетшілер келді, мықты. Абырай танушылар келді. Қостанайдағы Абырай атамыздың музейінің директоры. Қателеспесем Марғұлан деген жігіт өте терең екен. Кәдімгі Абырай атамызды, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың тарихын жаттап алған ұстаздар болады ғой. Сол сияқты жаттап алған Абырайды. Бүкіл бүге-шігешіне шейін марқұм Алла рахымдасын Абырай атамыздың өмірбаянын жаттап алған кісі келді. Бір аунатып тұрғызды ма? Иә, тарихтанушы. Қазақ қалай пайда болғаннан дәл бүгінгі числоға дейін айтып беретін тарихшы келді. Енді Ерсін Әміре ұстазымыздың әкесі болды сол жерде. Мықты жиын болды. Қазақтың балдарына бата алу деген той болды сол жерде. Бірінші рет көрдім. Міне дәстүр дедім сол кезде. Өңкей мықтылардың бәрін жинап, сол жердегі солардың әңгімесін тыңдатып, жаңағы жастарға сіңдіріп, балаларын алып келді сол жерге келген қонақтар. Ең соңында батасын алдық қой. Сол Ерсін Әміре ұстазымның әкесінің батасын алдық. Сол тойда менің түйгенім жалпы алдағы уақытта да осыны жиі қолға алып, осы халқымыздың қазақ деген өзі тек ұрпақпыз ғой жалпы. Осы тектілігімізді әрмен қарай жоғалтып алмауымызға бір себепкер болатын осындай тойларды әрмен қарай көбейтуімізді қолға алуымыз керек екен, тоқтап қалмау керек екен ондай той. Енді ондай тойды әрмен қарай челлендж жалғады. Алматыға берді. Енді ондай тойдың жалғасы қашан болатын белгісіз, числосы. Алматыда болатын болды, бата алу тойы. Сондай тойды өзім көрдім жалпы. Сіздердің ойларыңыз қалай жалпы? Қаратаудан Алатауға эстафетаны жолдадық дейсіз ғой. Халық тойды азайтамай жатса сен көбейтіп жатсың ғой соны тойды. Бата алу деген не той? Бата көкпар дегенді енді естуіміз бар ғой. Бірақ бата той деген мен жасыратыным жоқ, бүгін сізден естіп отырмын оны. Ол керемет той екен ол. Басқа тойдан ерекше. Ол жерде би жоқ, ән жоқ. Ол жерде имам да бар, тарихшы да бар, әдебиетші бар. Абай Қалшабек деген әдебиетші ағамыз. Танитын шығарсыз? Иә, танимын. Сол кісі киноны кәдімгі неғанда киноны Құранды тәпсірлегендей тәпсірлейді екен киноны. 3D форматын айтып берем екен. Иә. Бізге Тақиялы періште киносын сол жерде тәпсірлеп берді. Не деген Шәкен Айманов атамыз Алла рахымдасын, не деген гений режиссер дейді. Ана қыз айтады ғой, орыстың қызы. Үйге жүрсеңізші, үйде телевизор көреміз дейді. Иә. Қоя беріңіз, ондай телевизор үйде де бар десе, онда мен жоқпын ғой дейді. Сол қазақтың жігітін дейді.
орыстың қызына қаратпай қойған не деген мықты режиссер дейді да. Қазақтың мәртебесін көтеріп тұр ғой бұл жерде. бір эпизод арқылы сол жеткізіп тұр дейді ғой. Иә, иә. даналығын көрсетіп тұр дейді. Содан кейін жалдайды ғой. Ақша төлеп 100 сом береді, кейін 70 сомын әкеледі, 30 сом қарыз болып кетеді анау орыстың жігіттеріне, бұзық балдарына. Мына тайлақты ұр деп. Сонымен келіп тұрады 70 сом беріп қайтадан. 100 сом аз ақша емес, бірақ денсаулықта керек деп. Бұл жерде тағы да қазақтың жігітінің мәртебесін көтеріп тұр дейді да. Біз оны әшейін прикол ретінде көрдік қой сол киноны, түсінамаптық. Анау айтқаннан кейін сол киноны қайттан көруге махаббатым ашылды мен. Сол кезде тағы қазақтың мәртебесін көтеріп тұр дейді. Қазақтың жігіті мықты дейді да. Ақша беріп жалдап сындырамайсың дейді да қазақтың жігіттерін. Тағы да қазақтың мәртебесін көтеріп тұр дейді. Одан кейін табиғаттың аясына келіп, о, Швейцария дейді ғой. Бұл Швейцария емес, бұл Қазақстан дейді ғой. Қазақстан тағы көтеріп тұр дейді да сол жерде. Сол Қыз Жібекті айтып жатыр, Қыз Жібекті. Ең соңында Қыз Жібек қандай немен келеді ғой? Ночносчикмен. Киноның аяқ жағында ма? Ол кино Жоқтау айтып. Бастан аяқ көрмеппін. Сол кездегі Қыз Жібектің киімі дейді да. Қазіргі қыздардың сырт киімінен жабық қой дейді да. Қазіргі қыздардың Қыз Жібектің жатар кезде киетін киімі қазіргі қазақ қыздарының көшеге шығатын киімінен жабық болып тұр ғой дейді да. Не деген керемет суреттеп берді сол киноны бізге. Осындай жаңа той бар, бірақ тойдан алатын ой бар, дүниесі мол, қазынасы мол дүние болды дейсіз ғой. Айта алмаймын, ондай той көрген емеспін мен. 10 жыл той басқарып, сол 10 жыл тойымның жиынтығын Алла тағала бір-ақ тойдан көрсетіп берді ғой, міне. Алла тағала шебер ғой енді, сол ортаға мені басқаруға лайықты қылып жіберіп көрсетті де көзіме ше. Сіз басқардыңыз ба сол тойды? Ғалымжан ағамыз екеуміз басқардық. Жақсы базардағы. Енді жаңа айтты ғой, сіздерді студияға шақырғаннан кейін қонақтарға қандай сұрақ қоямыз деп ізденеміз. Өмірбаяндарыңызды қараймыз, қызықты оқиғаларыңызды қараймыз. Бағзат аға бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, мен қазір тойда отыра алмаймын деп. Барам, ары кетсе бір жарты сағат 40 минут отырамын да той анамды беремін де қайтамын дейді. Көпшілігімізде де сондай болып қалды. Басында той толып отырады, басталады, үлкен ақсақалдар бата беріп тойды ашады, үлкен әулет сөйлейді, жайлап стол босай бастайды. Нағашылар сөйлейді, стол босай бастайды. Соңында құрдастар сөйлейтін кезде жаңағы әзіл бар ғой, тамада қалады, асаба қалады, жолдастары қалады, сосын официанттармен ана жер жинайтын стол үстелдер қалады деп. Сол стандартты тойдан біз қалай арылсақ болады? Жаңа өзіңіз айтқандай, ішпесе де, билемесе де, қыз-қырқын болмаса да қызық қылып өткізуге болады деп жатсыз ғой енді сіз. Енді сондай нәрселерді жасауға бізге не кедергі? Ол той жасайтын адамдардың көбісі жаңағыдай ас ауқаты, тойдың анауысы бар, сондаймен көп көңіл бөліп кетеміз да. Жалпы негізі тойға өзіңіз айтпақшы қазақилық дүниелер кіргізген дұрыс. Басында жаңағыдай жастар шығарғанда қазақи несімен нақышпен, қазақ формамен, әдемі домбыра, қазір енді кіріп жатыр ғой жайлап, бірақ ол әлде де соны жандандыру керек сияқты маған, өзім ойым. Қазымен деген сияқты сүндет тойларында сондай сияқты дүниелерді көптеп істеуіміз керек. Бірінші бір-екі тостан бата беріп болғаннан кейінгі нәрселерден кейін де тағы да бір басқа ел қызығатындай. Қазір той сондай нәрсе болса, не болады бұдан кейін деген кетпей қоя тұрайықшы деп адамдар отырады, кейде жақсы тойларда болады да. Қызығына кетіп кетсе. Отыршы деп. Ал бізде қазір жақсы тойлар не? Тек звездалар шақыру. Ойбай, қазір пәленше шығады. Соңында бір мықты әнші шығады. Біреу шығады, асабаларды кейде алдап қояды, соңында Жаңғыл Өтуандан береді деген сияқты. Сондай сияқты. Соңында iPhone ойнатылады деп ұстап отырамыз дейсіз ғой. iPhone ойнатылады деп сондай дүниемен ұстап отырады да. Бірақ негізі өзіміздің қазақи нақыштағы нәрселерімізді көрсетсек та. Қазір болып жатыр, енді арқан тарту болып жатыр, асық ату деген сияқты. Кер көтеру деген сияқты. Соларға да жүлдені жақсылап тігіп. Қазір лотерея жанрын білмеймін, енді лотереяда ойнатып жатыр. Енді осы нәрсені біреулер умыра тігіп жатыр қажылыққа. Бірақ сол умыраны негізі тойға тықпай қойған дұрыс ау деп ойлаймын өйткені. Алла білуші ғой, кімге лайықты адам бола ма, лайықсыз адам бола ма? Ішіп отқан адамға, шайнекпен ішіп отқан адамға шығып кетеді де мүмкін. Сондай. Ол келгеннен кейін шайнекпен ішуін жалғастыра ма, жалғастырмай ма? Жуатындар бар дейсіз ғой ана сұрақ. Ол мынандай жағдайда оны көргенімде, білгенімде нелерім болды. Сондай умраны жеңіп алып, жаңағыда ішетін адамдарға бұйырып қалады, кейде болмаса бір ниеті жоқ адамға бұйырады даған, анаға баруға зауқы жоқ, біреуге сатады.
досына ма бірдеңесіне ма ана ақшасын бере салып бірдеңе ештеңе деген сияқты мен барамайтын болдым деп. Ал енді ол тойға ойнатқаннан кейін ниеттенген адам өзі де біртүрлі болып қалады көңілі. Мен сені ұтып алып деп қуанып жүрмін, сен бармайсың ба не деген сияқты. Иә. Жалпы ол нәрсені өзің ниет етіп белгілі ғой кімнің қандай жағдайда, құлшылықта, тіршілікте қалай алып жүргендігі. Қолмен берген абзал деп ойлаймын. Сонда умара мәселесінде жалпы мұсылман болу әсте дейді ғой. Тойдың форматын былай өзгертсек деймін да, үйлену тойларда ше әсіресе. Беті жаңа ашылған келін, сол күні бір күн бұрын ұзатылып келіп, ертесінен сол шаңырақта болмаса сол тойдың алдында тойханада беті ашылған келін бірден төрге шығып отырады да. Ол жерде қанша әулеттің үлкендері отыр, баланың ата-анасы, үлкен ата-әжесі болуы мүмкін. Соның бәрін аттап озып төрге шығып отырып алады да екі жас. Енді бұл совет үкіметінен келатқан система ғой негізі бізге. Жалпы. Тарихымызды тереңірек кірсек бұндай нәрсе болмаған шығар деп ойлаймын жалпы. Свадьба дейді ғой былайша айтқанда неке той дейді ме қазақша? Иә. Жалпы негізі беташар деген нәрсені мүмкіндігі болып жатса түсінген адамға үйде шаңырақта өткізген дұрыс. Өйткені қазір келіндердің көбісі тұрмыс құрып жас семья болып жатқан кезде бірінші жеке шығамын, болмаса бөлек кетеміз, ата-ананың қолында тұрмаймыз деген көп сондай сылтаулар айтады. Маған бір рет бір үлкен бір дана кісіден жолып әңгімелесіп қалған соны нәрсені айтты да. Беташар деген нәрсе негізі тойханада болмау керек. Шаңырақта болу керек. Шаңырақта. Ол бет ашар деп тұр ғой. Беті қаяқта ашылады дейді. Тойханада ашылды ма, ол далаға қарай қашатын келін болады дейді. Біз армышыл халықпыз ғой. Иә. Әр нәрсені Әрнеден астарыз деген халықпыз ғой. салт дәстүрде беташар бар ғой қазақта дейді. Ол жалпы салт дәстүр деген барлық қазақтың дінімізден алынған нәрселер ғой. Дінге жат келетін нәрсе жоқ қазақтың дәстүрінде, салтында мысалға. Соны өзің байқап тұрсаң дейді, маған балам дейді, сен беташар жанры жүрсің, көбінесе сен айта жүрсең осы нәрсені. Мүмкіндігінше үйде ашылған дұрыс беташар. Тойдың алдына деп біреулер енді ол жаңа ағайын туысқанның несіне ағына қарайды, Уақытқа қарайды. бәрі бірге ұрып жібере салайық. Иә. Бірге құтылайық бір дастарханмен деп. Біз эконом жағын неғып бара жатырмық қой. Баяғы 2 күндік құдалықтар бір күн болды, бір күндік құдалық, жарты күн болды, жарты күн құдалық, қазір 2 сағат болып қалды деген сияқты. Уәлибек көкем апашы бәрі қысқарып бір күн жіп болып қалайын тұр ғой тағы. Иә. Ұстаз айтып өтпесең жаңа әңгімені бітіріп жіберейін мен, сол үйлену тойда екі жас төрге шығып отырады ғой. Соның орнына деймін де енді. Менің ойымша. Жастар емес, сол баланың үйленіп жатқан жігіттің ата-әжесі болса, ата-әжесі отса, Үлгеретін де ма? Болмаса ата-анасы отса, қыздың ата-анасы, екі құда мен екі құдағи сол төрде отса, жаңа екі жаспен жолдас жігіт, жолдас қыздың орнына. Сонда үйленіп жатқан жігітпен жаңа түскен келін сол жерде соларға қызмет қылса, тойға келген ағайынға қызмет қылса, қандай бір керемет той болар ма еді? Мүмкін қате ма бұл екен? Бұл нәрсені Бекболат та, бұл нәрсе ол жалпы сіздің ойыңыз ғой енді, өз пікіріңіз да. Бұл сіз ата-анаға деген құрметті айтып жатсыз да. Иә. Бұл енді совет өкіметінің кезінен баяғыдан одан да алдында енді алла білуші алдында қалай жағдай не болған біз енді біздің есіміз білгелі ол свадьба деген нәрсе былайша свадьба екі жас төрге шығу керек. Ал енді ол жанрды өзгертіп мынандай жаққа келтіру деген қиын ғой. Енді ол мүмкін болуы да мүмкін, бірақ ол қазір бола қоймайды. Бола қоятын дүние емес та. 10 той болса 50 жылда ел жаңа дейді ғой, сол 50 жылда 10 той мүмкін 100 болса соның жылда. бір екеуі ғана сондай болуы мүмкін да. Ол нәрсені бірақ ақылға сыйымсыз дегендер сияқты деп жатады біреулер ше. Екі жастың тойы болып жатса, қалай әке-шешесі отырады жоғарыда. Мақұл ол құрмет көрсетпей жатқан жоқ қой деп. Ертең комментарийін көресің ғой жалпы. Жоқ, бәрін басы озып, жаңа түскен жас келін бәрін басы озып төрге шығып алған қалай болады деген ой туындайды ғой енді. Иә, енді оны Комментариймен жиын деп тұрсың ғой сен бала. қазір келіндер бар ғой, жаңа өмірімде ақ көйлекті бір-ақ рет киемін, мен оны неге төменде тұрғым керек деген сияқты, менің қызықшылығымда ол неге олай болу керек деген сияқты. Ол жаңа Мәкең айтқандай көптің талқылауына саламыз. Бұдан да басқа нәрселерімізше реттеп алуымыз керек негізі. Ол нәрсе сізге дұрыс қой, ата-ана құрметіне солай неғып жатсыз. Бұдан да басқа нәрселеріміз жаңа тойдағы ерсі нәрселерді, ойын мәселелерінде ұлттық нақышымызға сәйкес. Қазақтың осындай бұрын ойындар болған бе, осындай нәрселер, осындай бір дәстүрі бар ме ме деген сияқты. таңғалып кететін деп па? Мысалға бір асабаның шыққан аузының сөзінен сөйлеп отырған адам
сол асабаның әңгімесінің сөзі үшін ішімдігін қойып намаз оқып кеткен азаматтарды да көрдім. Ойпырмай, осындай асаба айтып еді, жүрегіме қатты дейді. Мықты екен деп ананы ше. Әлі күнге дейін құрметтеп жүретіндер бар мысалға сол асабаны. Иә. Қандай керемет мынау деп. Сондай адамның бір ауыз сөзі ғой адамды шамалы кішкене оятатын, серпін беретін. Иә. Енді шөлмек 1000 күнде сынбайды, бір күнде сынады дейді ғой. Иә. Оның жүрегіне сол сәт, сол асабаның сөзі мүмкін дөп түсіп тұрған шығар да. Енді тойда бір қазіргі тілмен айтқанда шок қылған оқиғалар дейді ғой жалпы. Мысалы жаңа өзіңіз айттыңыз, мынандай дәстүр бар екен ғой деп бір адам таңғалып кететіндей бір сіз енді әлеуметтік желіден көріп отырамыз. Түкпір-түкпірге барып бет ашып атасыз. Өзіңіз айттыңыз, жаңа қамшымен ұстатады, бір жерде оқтаумен ұстатады деп. Сол сияқты бір ойпырмай қазақтың мынандай бір дәстүрі бар екен ғой деп бір таңырқаған, таңғалған кездеріңіз болды ма? Осыны бір өңірге апарып, тәжірибеге, тұрмысқа енгізуге болады екен ау дейтіндей бір. Болмаса біздің Түркістан өңіріндегі болып жатқан тойлардан сыртқа алып барып, мынаны былай істесек аға, жеңге деген сияқты бір. Жалпы көре берсең, жүре берсең көре бересің қазақта. Енді ол салт дәстүріміздің негізгі нәрсесін біз өзіміз жүріп кейде түсінбейтін нәрселер көп та арамызда. Біз әлі терең оны зерттеп наған жоқпыз. Бірақ тек бет ашармыз, бет ашып беру деген сияқты. Бір жерлерде болды. Екі абысындар қолтық сүймейді. Орамалды өйтіп ұстап тұрады. Бет жағын жауып тұрады. Келін ар шетінде тұрады. Сәлем салдыңыз, ана бет жағын жауып тұрады, ана несін салып тұратын кездер ондайлар да болды. Басында орамал жоқ дейсің, орамал бар. Мына орамал ұстап тұр, шымылдық ретінде сияқты. Ол, по-моему, сол діндарлардың тойында болған шығар ол. Шли анадай не жоқ, бірақ мен түсінбедім бірақ ол нәрсені. Мен кейін сұрап едім, бір кісі үлкен кісі түсіндіріп берді. Шымылдық ретінде ана орамал тұр. Бірақ оқтау ештеңе болған жоқ жерде. Ол бірақ осыдан 15 жыл бұрын десем де өтірік айтпаспын, Астана жақта болды. Қорғалжың деген елдің азаматтары екен. Иә. Сөйтіп несімнен келді. Сізде бәке таңғалған бір үлкен тойларда да болсын. Ұлттың әкесі тарих, анасы тіл, қаруы салт дәстүр дейді ғой. Ақтауда тойда болдым. Ақтауға арза болдым мен жалпы. Ақтау халқының осы салт дәстүрді ұстауына, тойға келген әйелдердің 70-80% қазақша киіммен. 70-80 деп өтірік айтып жібердім ғой. 60%. Ары кетсе 60% қазақша киіммен әйелдер. Еркектерде бұндай шапан жоқ, енді еркектер кәсім шалбармен келеді екен. Әйелдер орамалмен, қазақша нақыштағы киімдермен келеді екен. Содан кейін таңғалғаным, жаңа ұстазым айтып кетті, әр елдің салты басқа, иттері алағасқа деп. Ақтауда үйлену тойда қыздың әке шешесі қатыспайды екен. Ұзат жібереді екен, ол қалады екен елінде. Кейіннен құдалыққа барады екен артынан қыздың еріп. Неге бұндай десе, неге бұндай деп сұрақ қойдым ғой Ақтаудың халқына, Маңғыстаудың халқына. Сөйтсе, бізде қыздың әке шешесі қыздың артынан тойға бару ұят дейді. Ол тойға барып қатысып отыру ұят дейді. Неге өйтіп айтқан, мен миым жетпеді, осы Түркістанда туылғаннан кейін мен миыма сыймады ол әңгіме. Сен орыс моланың қасында туылғансың сол негізі. Сондай болды, орыс моланың әсері тиді ма? Бірақ қыздың артынан 5-6 құдаша қыз келеді екен, сол әулеттің қыздары. Жастары. 1-2 келін болуы мүмкін арасында. Содан бір бала жоқ, почти ер азамат келмейді екен. Шофер болып келіп қалуы мүмкін екен. Бір құда бала, 2 құда бала. Басқа ешкім жоқ. Бас аяға 10 адам келеді екен. Жастар тек қана. Құдашалар дейді екен, болды. Таң қалдым. Не бір нәрсе көрдім. Атырауда тойда болдым. Атыраудың халқы өте қолы ашық, мәрт қой негізі ше. Ән айтсаң келіп ақша бере береді екен. Әңгімең өтімді болса, бауырым өнерің үстің болсын дейді екен де, келіп ақша бере береді екен. Сөйлеп атсаң келіп ақша қыстырып кете береді жалпы. Атыраудың халқы сондай екен. Бұл Бекболат мен шәкірдім ғой енді. Біз екеуміз не көрмедік? Телевизорда соғысты да көрдік. Жалпы Алла разы болсын, енді әйтеуір. Бірақ бәрібір ұстаз шәкіртке көңіл толмайды дейді ғой қазақта.
істеген қылықтарына тірліктеріне деген сияқты бір нәрсе шикі болып тұратын сияқты да. шикі болып тұратын сияқты. Бірден айтса жақтырмайсың, анау бүйтпеш бүйтпістеш, айтпашы не қылдым деген сияқты. Әке мен бала сияқты болады. Осы маған шәкірт болып келудің себебі де үлкен қызық тарихи жағдайлар болған. Енді біз үшін комедия жанрында да фильм сүрсек те болатын сияқты нәрсе ма. Қысқа метраж. Айта берейін, қысқа метраж сериал айта берейін деп болады. Айта бер. Бұл кісінің әкесі мен әкеммен екеуі әзілдесіп дос болып келе шай ішіп неғып қалатын кездер болған. Бұл кісінің әкесін бұрыннан танимын, бұл кісіні танымайтын кезім. Мен тамада болып осы аса болып шығып жүрген кезімде Жұбайханның көкеміз әкесі Жұбайхан ағам айтты: Бағзат, мен балам бар, әжептәуір шығып жүрсің, тамада қалшы қасыңа сен, үйретші шәкірт қыз сен, саған ілестіріп жіберейінші, аяқтандыршы сен деген. Жарайды дедім де қоя салдым. Жұмыс көп ол кезде. Сол кезде жаздың күніге 3-4 кейде 5 бет ашар ашатын кез. Тамағың жабысып қалады. Бір бет ашардан 4-ші бет ашарды ашып, 5-ші кешке тойдың алдында тоймен. Тойханада той басқарайын деп тұрмын. Тамақ бітіп қалған. Как раз жексенбі күні ме сондай тойдың сезоны. Ешқандай асаба бос емес. Хабарлассам ел. Сон бір кезде бұл кісі сондай басына көк шляпа киіп жүретін. Формасымен. Келді қасыма, бұны танымаймын. Қалайсыз аға деп, жақсы. Ай, асабасың ба дедім. Біреуің ұқсайды асабасың, иә деді. Сен боссың ба дедім. Негізі боспын, яқы біреуге көмекке келемін деді. Маған көмектессен деп, жарайды деп. Жалпы сол тойды көмектесіп, маған бет ашып болғаннан кейін арады. Бір тосып беріп деген сияқты тамағымды жеп, шай ішіп алған. Сон бітті. Біткеннен кейін келгеннен кейін қолын құр қалдырмайын деп, өзінің еңбегін беріп жатсам, аға мен сіздің ақшаңызды алмаймын деді. Мен сіздің қасыңызға шәкірт болайыншы деді. Ақшаң еңбек ақың ғой бұл? Жоқ, алмаймын. Шәкірт болайын. Сен шәкірт болуға дайынсың ба сен? Не істеу керек деді. Ештеңе істемейсің деді. Мен шәкірт болатын болсам, біріншіден. Ішімдік ішпейсің дедім. Үшім арақ шараптан аулақ боласың, сосын намаз оқисың. Дінде зорлық жоқ, бірақ намаз оқу керексің мен үшін. Сонда мен саған сенемін, саған сенім арта аламын деді. Ішімдік ішпеймін, бірақ анда-санда болмаса онда қойып кеткен ғой деді. Қазір ішлей көп неғып жатқан жоқпын. Бірақ намазды болар Құдай қаласа деді. Соны сөйде екеуміз танысып, Жұбайхан баласын бегесін ол айтқан еді деп, екеуміз ары қарай біразға дейін жұмыс істесіп келе жатырық. Бірақ намаз оқитын кезде қасыма келеді. Мен бірге оқи сала дейді. Ол дәрет бар жоқ, мұсылман нәрсе сен деген күмәнданбайсың ғой. Сөйтіп бір күні бір досы бар, енді айтпай ақ қояйын кім екенін атын. Сол досы маған қайрайды ғой. Екеуі қатты әзілдеседі. Бұл ішеді дейді, ішпейді қой, ішеді ішпейді қой. Бір күні видео жібереді ғой. Түннің жарымда біреуді қинап жатқан үстіне стакан ұстап ақ қой деп. Ананы көремін де нервім қозады. Түнде өзіне жіберемін, ертеңіне кешкісін той бар. Тойға барғаннан кейін білді ол менің ашуланып жүргенімді. Той біттік. Біткеннен кейін машинаға келді дағы ақшасын бердім. Енді шық та кетіп бар дедім. Маңайыма жолама дедім. Мен саған лайықсызбын, сен маған лайықсыз. Кет десем түспейді. Жыламын сұрап отыр. Кешіріңізші аға. Кешіре алмаймын, түс бар. Не істеп жүрсің сен? Мен саған сен Құдайын десем, сонда мен алдап жүрсің ба? Құдайды да менді алдап жүрсің ба? Сен қандай адамсың? Бұндай адамнан не шығады? Кет десем, жылап тұр, кешіріңізші аға. Кет. Құдай да кешіреді ғой аға, кешіріңізші. Кет деймін саған, кет дейді. Аға, кешіріңізші. Жәннаттың, сіз түріңізге қарасам, жәннаттың администратор сияқты істейді. Құдай да кешіреді ғой, сіздің түріңізге қарасам, сіз кіргізіп шығаратын жәннаттың администратор сияқты. Тұрып жұмаққа осы кіргізіп шығаратын адам болып отыр да. Енді қара өзің секіріп отқан қарай. Қазір сізде ерекше қолыңыз ғой біз. Содан кейін ары қарай кетті, мақұл деп кешірдім. Болды, ары қарай күліп ойнап кеттік қой. Бірақ намаз оқиды мен бірге. Бір күні Олжас деген ағам осы өнер саласында жүрген, көшіп келді. Осы жаққа. Бағзат сен осы жақтың несін дейсің, қасыма бір іншектерім болса, көмектеседі маған бір адам керек. Маған таныстырып қойған. Кейін ағаны барласып алды бұл кісі. Бір күні кешкі шамның уақытысында барған. Шам кірді дейді, Олжас ағам айтады. Шам кіргеннен кейін, Бекболат, азан айтсай, шам кірді ғой десем. Қарап тұрды. Ол жерге өзіңіз айта беріңізші деді. Жарайды, өзім азан айттым дейді. Азан айтпағаннан кейін, Бекболат, қамат оқысай сен, қамат айтсай, намаз оқиды. Ол жерге айта беріңізші деді. Жарайды деп қаматты айтып өзім, имамдыққа шығып жоқ, шыға беріңіз. Өзім шықтым дейді. Парызын оқып алдық бірге дейді, шам намазын. Сүннетін арға өзім оқып жатсам, бұл тұрып кетіп қалды деді.
іштей ойланды, намаз біткеннен кейін сұрайшы бұдан. Бекболат, қамат айт десем айтпадың, азан айт десем айтпадың. Шамның жамағаттың оқудың, сүннетін оқымадың. Сөз жалпы намаз оқисың ба? Қалай не істеп жүрсің деп сұрады дейді. Ыңғайсызданып еді. Ол жеке сөзін ашығы керек. Қамат не, азан не, қай намаз оқып жатқанда білмеймін. Алла, Құдай өзің кешіре көр, қамат, азан өзің бөліп береді деп ала кір, Аллаху акбар. Сүннет парыз деген ажыратамаймын ғой өзі. Бірінші кезде бұдан да қуаныштығым деп айтады дейді. Неге қалай болды десе, Алла кешіре көр, бағзаттың ырзалық үшін жүзімді қараттым, коммунизмге бұратын тұғым. Сол Бекболатымыз Аллаға шүкір қазір өзіңе ақыл айтып, елге ақыл айтып, дана болып, елге бала болып, данышпан болып, тақуалық ұстанып, Құдайға шүкір. Қойшы тақуа болып қалыпсың деп біз кейде әзілдейміз, ол нәрсе дұрыс емес. Молда болып қалыпсың деп. Тақуалық деген нәрсе Аллаға шынайы жақындау ғой. Тақуа деген Алладан қорқу деген ғой. Сен Құдайдан қорқатын болыпсың ғой деген сұрақ қой. Тақуа болып қалыпсың ғой деген. Қорқапсың ғой деген сияқты. Құдайдан бәріміз қорқуымыз керек қой ақиқатында. Ол сөйтіп жүрген Бекболат бір күні өзіме секіріп кейіннен қой деп жаға ұстасып қайта бір екінші шәкіртім бар, сол ажыратып алып қалды, айтпасам мен таяқ жеп қалар едім. Ұзын алып қоятын ба еді? Иә. Иә, енді ол Әзіл бір адамның жалпы тура жолға түсуіне себепші болудың өзі үлкен сауаптама ғой негізі. Осы кісінің арқасында кіші қажылықтан, үлкен қажылықтан бірақ шықтық қой, себепкер болып, Алла разы болсын. Адамға рахметі жоқтың Аллаға шүкірі жоқ дейді. Сізді бірақ нелерінде сұхбаттарында көп айтады екен, менің ұстазым деп, үлгі тұтамын деп. Кірамай жүр, кірамай, кіретін есік таппай жүрді. Бір күні қажылыққа бірге бардық умраға. Умраға ағып жүріп, енді Аллаға шүкір әулетпіз ғой үлкен. Атам бар, әжем бар, екі ата, екі әжем бар. Одан ағашы ата әжем бар, одан өзің қайната менем де өмірден өткен. Бәрін умра жасап үлгере алмай жатырмын ғой. Бекболат шәкіртім барған, Бекболат сен бітірдің бе дедім. Бүгінгі не точно бір неме бітірдім деді атама. Одан кейін біраз босайым деді. Онда дедім, үйге барасың, жеңшең бетіне айтып қарайын дедім Бекболат. Соны әкесіне істеп берме, өзім енеме істейін дедім. Қайнатама істеп берсен дедім. Жарайды деді. Гостиницада келіп шай пайымыз суын ішіп кеттік, умраға ниет етіп шығып кеттік. Айша анамыздың мешітіне барып ниет етіп умраны аралап жүріп, Қағбаны аралап жүрген кезде үшінші айналған кезде тел күн ыстық бұл жақта. Сөмкемнен біреу тартады. Братан, атаң аты кім еді? Қандай атаң? Ұмытып қалдым, братан, қайнатаң аты кім еді? Кімге істеп отқан? Қайнатасың аты қиын ғой. Наятулла. Бәдәлға ниет еткен кезде ұмытып қалған ғой. Жоқ, бүйтіп арасында айтып жүрмін ғой енді бәдәлда. Алла, Наятулла атамыздың күнәларын кешіре көр деп. Бүкіл енді зікір айтсам да сол кісінің атынан, дұға тілесем де сол кісінің атынан, атын айтып кәдімгі жіктеп кәдімгі шегелеп айтып жүрмін ғой енді. Аты қиын ше, айтып жүрген атымды ұмытып қала беремін ғой. Тағы ол қиындығы ше. Ержан, Сержан болса ұмытпайсың ғой. Наятулла деген аты ұмытып қала беретін аты ғой негізі. Братан, Көп кездеспейтін жоқ қой бәлкім. қайнатаң аты кім еді дейді ғой. Одан кейін бітірдік, умраны бітіріп, сөйтіп бір кезде келіп өлейін деп аяқ енді оңай емес қой, ісіп кетеді, жара болып кетеді, жатыр. Төрт естеген болды. Едіп шалқасынан жатып. Ұстаз, ауылдан бір хабар алыңызшы, қайын жұртыңыз түгел ме екенін бір атап тұрып тастайды. Кетіп қалған адамдар болса. Қисыған келер жоқ. Аяқ асты кеткен біреу болса айт дедім да, сразу бітіріп кетейін аяқ ниет қылдым ғой дейді. Иә, енді ұстаз бен шәкірт той мен ой деп жатырмыз жаңағы. Енді сонда қанша жыл қасыңызда ертіп жүрдіңіз? 2 жылдай ма, 3 жылдай ма? Мен бұны жылын санамаймын, күнін санаймын ғой. Қанша күн болды? 2 жылдай ғой. 2 жылда. Ұстаз емес дейді. Шәкірт емес дейді. Ол ұстазын сүймесе дейді. Ұстаз емес, ол шәкірт үшін күймесе дейді. Анда-санда күйдірген жерлеріміз болса, Алла разылығы үшін кешіріп қойыңыз, ұстаз. Енді екеуіңізге де тақырыпқа оралайық. Мүмкіндік болса, жаңа айттық қой, тойдың мына жерін өзгертем, ана жерін өзгертем деп. Бәке, мен сізге тікелей сіздің бүгінгі айналысып жүрген салаңыз беташар деп айттыңыз ғой жаңа. Сол беташарда оқтаумен ашып жатады. Қызылорда жақта қамшымен деп айттыңыз. Енді оның себебін түсіндіріп бір айтып берген мәнісі болды ма? Енді оқтауда айтамыз жаңағы келіннің сөзінде тоқтауы болу керек, қолында оқтауы болу керек деп айтады деп қазақ. Ол қамшыны түсіндіріп бере алды ма сізге?
қамшы деген негізі қамшы деген аттың өзі бір адамға бір қалай десек болады, қазақ ойын үйде қамшылайды десеңші. қамшы мысалы ілулі тұрған жерде иә ол әр қазақтың үйінде бір қамшы тұрған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қамшыдан мен көзімнің жеткені жаңағы енді бір қамшыны бір анда неғып тұрған жоқпын, ол да жаратылыс қой енді, бірақ шын шайтан бірдеңелер қорқады деген сияқты нәрсемен біз қазақша ырымдап іліп қоямыз, неғып жатамыз деген сияқты. Оны өз көзімде жетті, ол тағы бір одан айтатын болсам басқа жаққа алып кетейін деп тұрмын. Қамшыны ол ояққа ұстатқан себебі ер азаматына береді екен. Бізде келінге оқтау беріп жатса қамшыны ер азаматқа береді екен. үйдің тұтқасы болып жүрсін Үйдің деп тұтқасы қамшылап жүрсін. Енді осы кітап көп оқисыздар ғой енді, тамада асаба болғаннан кейін сөз саптауы бар, ойдан ұшқырлығы бар. Осы дәстүрге сай тойдың өтуі, жаңа басында айттық қой, кеңес үкіметі кезінде 2-ақ той көрдік. Сүндет той, неке той деп жаңағыдай. Қазір тойдың түрі көп. Осыған байланысты тойлардың қандай болуы туралы тарихи кітаптардан бір ізденіп көрген кездеріңіз болды ма? Ал той қалай болған екен? Абылайдың заманында той қалай болған екен? Абайдың заманында той қалай болған екен деп. дәл сол нәрсені мен ізден көрдім, бірақ ол кездегі нәрселерді қарасаңыз біз актерский деп бітіргенмін өзім, кино және театр. Көкірек көз кино лентасы дейді, былайша көз алдына өткізу. Қызды алып келе жатқан кезде неясымен сыңсу айтып деген сияқты, ат арбамен ауылға кешқұрым қызара өртіп деген сияқты, аса соналар шығып жатқан кезде басқасы әсер болады да. Иә. Бірақ оны қазір заманауи нәрсеге білмеймін енді, ол нәрсеге 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлапты дейді ғой. Негізі сол нақты цифрлар ма? Жоқ, онда ол хан сайланғанда болады екен. Кешегі жақында қайтыс болған Мұхтар Мағауиннің еңбектерін көрсеңіздер, хан сайланғанда хан талапай деген болады ғой негізі. Бірақ ол жақсы нәрсе емес екен хан талапай деген. Біз тойда хан талапай деп зат үлестіріп атамыз ғой. Ол хан елдің мүддесінен, үдәбарасынан, көңілінен шықпаған ханға жасалатын салт екен. Хан мемлекетті, елді жеді, енді оның малын, дүние мүлкін талап алайық деген секілді. Сондай бір нәрселер бар. ырыммен істейді да. Иә, ырыммен істейді. Бірақ хан сайланғанда ханның мысалы мал дүниесі болады, ол да сұлтан болады, бірден хан бола салмайды, ол да кедей хан болмайды. Соның мал мүлкін бөлісіп алуды, одан кейін күнде көкпар беру, ат шаптыру, бәйгеге салу, соның барлығы әр күні бегілеп сол 2 ай, 3 айға дейін созылған тойлар болған екен қазақтың дәстүрінде, хан сайланған кезде. Енді онда да ол бозторғай жұмыртқалап бейбітшілік заманда болып жатса, хан сайланып жатса. Ал ат үстінде, хан жорық үстінде өліп кетіп жатқан болса, ол кезде ол 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап отыруға уақыт жоқ. Билердің, сұлтандардың аузынан бір хан уақытша қолбасшы ретінде сайланады да, арман қарай елді басқарып, қолды басқарып кете береді. Ал бейбітшілік орын алғаннан кейін қайтадан сұлтандардың, сол билердің дауысына салынып, рубасылары, сұлтандар сайлайтын болған екен. Бізде мына хан сайлана салу оңай сияқты көрінеді бізге кейде. Бірақ сол елдің мүддесінде жүрген сұлтандарға ғана хан сайлау, демократиялық билік қазақ даласында болғандығы туралы Мұхтар Мағауиннің мынау қазақтың ауызша тарихы деген, қазақ тарихының әліппесі деген кітабында керемет суреттеледі. 30 күн ойын, 40 күн тойын сол би сұлтандардың, хандардың тойында айтылған теңеу екен негізі. Ал енді былай қарапайым халықтың енді бір апталық той жасайтын әдеті бар, болған. Енді 70 күнге жеткізетін нәрсесі болмаған енді оның. Енді осы асабалық қой сіздердің қызметтеріңіз. Осы бір тарихи кітаптарда мынандай бір тойбасшы болыпты, асаба болыпты, Абайдың тойын пәлен адам жүргізіпті деген сияқты бір кітаптардан іздейсіздер ма? Асабалықтың жолы қандай, қай дәуірден басталған, кімнен басталған деген сияқты бір қызығып қарап көргенден кездеріңіз болды ма? Асабалардың негізше 90% шежіресін жасап, 90% ішіне кіретін асабамын. Еріншектеу боламыз ғой. Күнімен, түнімен тойда боламыз. Одан кейін ертесінен обедке дейін ұйықтаймыз. Іздене беретін уақыт болмайды. Одан сезон емес кез, қазір осындай кезде әйтеуір күйбең тіршіліктен қолың тимейді. Кітапқа да бір аса маңызды бас кіріп оқи бермейсің ғой. Уақытысында еншіп жүрген кезде қызығып ізденесің. Кейіннен әйтеуір атың шыққаннан кейін сол әйтеуір атағыңмен, абыройыңмен күніңді көріп, табысың тауып жүре бересің ғой.
жалпы бұл асабалық өнер деген нәрсе мен түсінгенім енді асаба болайын деп болған жоқпыз біз. Халық қалап тұрса деген нәрсе бар ғой. Бала кезде әр қиындықтың артында бір қайыры бар дейді. Бір кездер 98 жыл 98-де көшіп келдік біз Майоқым ауылына, Отырар ауданы Майоқым елді мекенінен Түркістанға. 9 оқитын балам. Сонда свет жоқ кез ол кезде. Әлеуметтік жағдай жақсы емес. Жағдай жақсы емес, свет жоқ. Свет жоқ болғаннан кейін шамға шұқынып кітапты оқи алмайсың. Кейде шамның шишасы жоқ, сынып қалады. Сондай жағдайлар өтті ғой бастан. Ағаларымыз көрді ғой мысалы. Неде. Сондай кезде не істейсің? Әкеміз домбыра тартады, баян тартады. Сол кісі кетіп қалған кезде жай барып сабалайсың, ана домбырасын, баянды сабалайсың, тартасың, сөйтіп содан үйрендік кішкентай. Бір-екі ауыз өлең айтатын болдық. Көшіп келгеннен кейін де осы қалаға көрші қолаңдар жиналып алады кешке таман, костер жақ деген сияқты. Үйге кірсе свет жоқ. Шамалы неғылған дегенше 10-ға дейін баласың ол кезде. Домбыраңды беріп қойды, өлең айтып отырасың. Жағалай үлкені бар, қариясы бар, анасы бар, кішкентай бала шағалар ойнап жүреді көшенің бойында. Сөйтіп жүріп біз құмарлықпен жалпы айтқанда өнерге деген шықтық. Бір кездер 2 күн құдалықта тегін жүре беретін тұғымыз. Мен өзім. Тегін жүріп сол әшейін мен әнімді тыңдап құрмет көрсетсе болды халық. Соған жүреді. Елдің алдына шыққан. Кейін сонымен әйтеуір 100 теңге береді, ол кезде құны бар ғой ақшалардың. 200 теңге беретін болдық. Кейін ставка айтатын болдық. Сөйтіп құнып кеттік қарға дейді. 35 теңгеге мен қателеспесем 98 жылы ма? 35 теңгеге ма? 35 мың теңгеге ма? Бір сиыр ағамыз біз. 35 мың теңгеге ешкі ала алмайсың ау? Енді айтып отырмыз 98 жылдары. Сол кезде айтып отырмын 100 теңге 200 теңгені қанағат тұтып жүре беретін тұғым 2 күн құдалықтарда. Кейін 500 теңге дейтін болдық, 600 теңге дедік. Енді жалпы қазір асабаларға айтатын, енді ол ақылшы емес, бірақ өзімнің ойымды айтайын. Менен де кеткен қате өткізсе кешірсін. Құмарлық керек өнерге деген. Құмда керек қой бәрі. Құмда керек. Жақсы көру керек өзің. Сен ақшаңнан бұрын, ақша табыстан бұрын өзің өнеріңді сүюің керек, өзің мамандығыңды. Жалпы мына заманда да сондай, әркім өз мамандығын сүйіп, әркім біреу экономист болады, біреу асаба болса, біреу не болады дегендей. Меніңше әркім құдай берген ғой, соған сүйіп істесе де. Қазақ сол үшін айтқан ғой, бірінші жар таңдаудың екінші мамандықтан жаңылма деп. Мамандығыңды сүймесең, сен бәрі одан результат шығара алмайсың да. Нәтиже жоқ. Одан сүю керек мамандығыңды. Өзің құштарланып, сен біз қазір мысалы бір жерге заказға баратсақ, бүгін 100 мың теңге табам, ертең 200 мың теңге табам деп ойланудың қажеті жоқ па? Аллах береді оны. Алла тағала саған берген ризығыңды, соны 100 мың теңге табам тұрған кезде кейде 200-300 мың теңге беріп қоясың ол мүмкін. Бірақ сен соны мамандық болғаннан кейін соны сол жақсылықты барынша атсалысып жан тәніңмен шынайы махаббатпен өткізуің керек. Сонда асаба бола алады. Өйткені оған қорек дейді ғой, адам қарны ашса тамақ ішпесе қарны ашаттаған мазасы кетеді. Не істейміз? Тамақ жейміз. Сол жақта қоректену керек. Асабалықта несіне қоректеніп тұру керек. Бүгін мынандай өткіздім ба, екінші мен өзім мысалы жатар кезде ертең жиынға барамын, әйден мысалы Таразға барамын, кейде Қызылордаға барамын. Әулеттер несін дәлін біліп алып, барғаннан кейін соны өзімді ситуация құрамын жаңағыдай. Қазір мынандай жағдайлар болған кезде мынандай айтсам, мынандай жағдайлар болған. Өзім былайша айтқанда ойменен актерлікпен ойнатамын. Дайындаймын. Суытқан аттар сияқты өзі. Содан жақсы дүние шығады деп ойлаймын. Жалпы асабада сондай болу керек, ізденісте болу керек. Тек жаттап алған сөзін ұйықтап тұрып барып бір-екі сайқын мазағында айтып алайын. Сөзіңіз жалған, Құдай дүниені жылағанға емес, еңбектеніп шыдағанға береді. Бақыт үміт ағашынан құлағанға емес, жоқтан барды құрағанға келеді дейді ғой. Іздену керек, оқу керек, талпыну керек. Халық ақымақ емес қой. Кімді шақыру керек, кімді шақырмау керек біледі. Абай хакім айтқандай, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Жаңа жаттанды дүниелер бір күн өтеді, 2 күн өтеді, 3-ші күні мынау жаттанды кешегі әңгімесі тағы айтылады ғой деген нәрсе. Тағы да адам әсер етеді ғой бәрі. Маған кеше бір қыз жазып алдым мұны. Не дейді ол? Сіз бір тамада жіберіп едіңіз. Маған көп адамдар хабарласады, ол күнді бос болмай қалсам, өзім шәкірттерім бар ғой менде, шүкір Алла. Солар жіберем ғой. Бір тамада жіберіп едіңіз, сол тамадаңыз өте мықты екен дейді. Соны бірақ бізде видеосы жоқ қой баланың дейді. Түрін көрсек танимыз дейді. Суреті жоқ, аты жоқ, есімізде жоқ. Қар үйде істеген ба тойды немен?
сол жігітті бізге жіберші дейді. Ей, мен 1000 тамадамен жұмыс істеймін, оны қайсысы екенін білмей тұрмын ғой. Күні қашан дедім ғой. Осы күн деді. Тойда ішімдік бола ма дедім. Болмайды деді. Кәріз оразаның күні екен. Сосын мен барайын дедім. Сіз қымбатсыз ғой деді бірінші. Енді оразада бір жақсылық қылайын. Оразада мен ставка айтпай қояйын деді. Оразада халық сіздер айтыңыздар ставканы маған деді. Осынша бере аламын. Келіңіз деп. Мен де әжет жағырайын бір ай. Алла разылығы үшін дедім да. Сөйтсем тағы қашты қонам. Боспын ғой өзім бара салайын да дедім. Сен болмағаннан кейін ана қыз ақиқаты ма білмеймін енді. жақтырып Ол қалған. қыздың ақиқатын менің нәпсіме аулап келіп кетті негізі. Сіз дәуіт ойдың жаттанып тамадасыз ғой дейді маған айтады. Sonra ne çatlamaya karar verir mi? Çatlamak gözde ayıpay masqaranın кездерім болады деймін. Бізде дәуіт ойда көбінесе сондай мықты ақындардың сөзін айтуға тура келеді да. Оны жаттап алмасаң енді оны жаттап барып айтасың ғой, жаттамасаң айта алмайсың ғой. Қазір сур сала алатын болған дедің ба? Иә. Сонымен сол сөйтіп айтқаны бар. Сіз дәуіт ойдың жаттанып тамадасыз ғой дейді маған. Иә, енді халықтың арасында жүрген оқиға көп. Бір тамада айтқан екен, бір тамада киімін ауыстыра береді екен әр тос сайынша. Сөйтсе бір кісі бірақ сөзін ауыстырмайды екен да. Бір кісі айтты ғой, айналайын тамада шырағым, киіміңді ауыстыра бергенше сөзіңді ауыстырсай деп. Сол сияқты дамып ізденіп отпасаң қиын, халық сыншы. Иә, енді шама шарқымыз жеткенше бүгін қазақтың тойы туралы, тарихи тойлар туралы, дәстүрі туралы, беташар дәстүрі туралы біршама ой өрбіттік. Біздің сұхбатымыздың бір блиц сұрақ айдары бар. Аяқ асты ма? Аяқ асты сұрақ және оған жылдам жауап. Сіздерге арнайы 5 сұрақ дайындағанбыз. Иә, жоқ деп. Енді сұрақтың мазмұнына қарап көресіздер. Танымал асаба Омарбек Бағзаттың соңғы оқыған кітабы. Мен соңғы кезде шынымды айтайын ағалам алды. Кітап оқып жүрген жоқпын. Соңғы бір жылда да оқымадыңыз ба? Бір жылда да оқыған жоқпын. Ол 40 тастайық па не қылайық та подкаст. 40 тастаңыз. Танымал асаба Бекболат Шекербек жылына қанша кітап оқиды? Және соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Адамзаттың асыл тәжін оқыдым соңғы рет. Мен Мен көп кітап оқитындардың қатарынан емеспін. Маған көп адамдар жазады. мен оқыған менен кейін сен оқыдың ғой соны мен саған Қандай кітаптар оқисыз, қандай кітаптар оқисыз деп мен ұялам сол үшін. Көп кітап оқымаймын. Айтып отырмын ғой, біз 90% асабаның қатарына кіремін. Еріншек әуетке шейін ұйықтағаннан кітап оқып қатыра ма? Түстен кейін тойға кетеміз дейсіз ғой. Иә, үйдің майда шүйде тілегін істейсің да. Жалпы асаба Бағзатты жұрттың бәрі таниды, бірақ Омарбек Бағзаттың мамандығы қандай? Мен мамандығым кино және театр актері. Жұмыс жасағансыз ба негізі мамандық бойынша? Жасамаған десем де болады. Бір күнде жасамағансыз ба? Бір ай жасаған Астана қаласында білім департаментінің несінен өнер мектебінің ашылған сол жерде бір ақ ай істедім. Біз өзіміз асабалықпен студент кезден бастап өмір сүргеннен кейін сол нәрсені оңай көрдік дағы. Айлыққа күн көре алмайды. Айлыққа күн алтамадық. Оның үстіне жұмыс ауыр болды. Асабалықта қарыз деген нәрсе жоқ екен. Мен саған мен маған ғой. Киім беремін деген әңгіме жоқ қой. Иә. Бекболат Шекербек қандай мамандық иесі? Заңгерді оқығанмын ғой. Заңгер асабасыз ба сонда? Бірақ онымен жұмыс істеген емеспін. Заңда сабамын ғой жалпы. Иә. Законный асабамын. Енді өздеріңізді де жаңа айттық қой, біз зерттедік, екеуіңіз де қажылыққа барған екенсіздер. Қабыл болсын, Құдай қаласа. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, біз арақсыз той басқарамыз, намаз оқығанды құп көреміз деп. Танымал асаба Бағзаттың тыңдайтын еліміздегі топ 3 уағызшысы кім? Қазақстанда танымал. Қазақстанда. Қазіргі елде ағып жүрген Ризабек Баттал ұстаздарымыз, Ерсін Әміре ұстаздарымыздың, марқұм Абдығаппар Сманов уағызын көп тыңдайтынымыз. Өзі кейде жолым түскен кезде Сарыағашқа да барып тұрамын, бірақ ол кісі уағыз айтпайды, баласы бар, ол кісінің Біләл деген. Иә. Ол кісіге барып дем салдырып арасында әзілдесіп, сұхбаттасып тұрамыз. Айында бір, екі болмаса. Айында кейде бір рет сондай нәрселер ғой. Жол түскенде дейсіз ғой. Жалпы Аллах тағала тура жолдан тайдырмасын, басқа нәрсеге сенім намымыз артып кетпесін, Құдай сақтасын. Аллаға сеніп жүрсек, бір досым бар еді. Осы Түркістанның тумасы, мен атымды айтпай ақ қояйын. Пайғамбар саллаллаху алейхи сенсең болды, Аллаға сеніп сол кісінің несін үстінде тамалдарын ұстансаң, басқа ешкімге саған ұстаз, ең мықты ұстаз сол кісі болды депті. Иә, керемет. Енді Бекболат Шекербектің әлеуметтік желідегі көп үзінділері дейміз ғой.
тәлім тәрбиеден руханиятқа қатысты сол Бекболат Шекербек тыңдайтын топ 3 уағыз жігім. Нұрсұлтан ұстаз, Трендтемін десеңші. Ерлан Ақытаев ұстаз, Арман Қуанышбаев. Үш кісіні тыңдаймын деп айтсам болады, иә. Рахмет. Енді жаңа басылмай жатты айттық қой, біз қазақ қонаққа де сұрамай тұрмаймыз. Сондықтан мынау өздеріңізден Күлтөбе студиясына арнайы қонаққа де сұрауға рұқсат етіңіздер. Не нәрсе өмір деген шақсадам қаужақсадам төрім берген алдағы алдан шөмірне сыйларын айнадан мың қарасаң көрінбеген. Сондықтан да ертеңге жоспар жасап қарама болады деп сенімменен. Еккенің шықпай қалып күтіп жүрме, шығады күтпегеннен не білдеген. Бөлек жима біртіндеп санап бәрін, артық болмас ел үшін таратқаның. Біреу ерте біреу кеш тұрған менен, бұйыртқаны болады жаратқанмен. Біреу ерте біреу кеш тұрған менен, бұйыртқаны болады жаратқанмен. Үлкенді сыйлай білгін шаман келсе, болмайды мен айтқанмен шаманмен шей. 40-50-60-ты сенде бір күн басарсың құтты болып қадам келсе. 30 жаста ақсақал мәз боласың, айналайын ақиық балам дерсе. Ол да сенің бір парыз өтегенің, неменесін ақ шашты анам көрсе. Өзенде өлшемді жаяғыстар, қарияға қарасаң аяныш бар. Намыстанбай жүре алмай қалса олар, сенің де кезің келер аяқ ұстар. Өзенде өлшемді жаяғыстар, қарияға қарасаң аяныш бар. Намыстанбай жүре алмай қалса олар, сенің де кезің келер аяқ ұстар. Кішіге жөн сілтей бір айтып ақыр, тәрбиелеп бәріңде жөнге шақыр. Көзін ашсаң бұлақтың кәусар, кәусар, Құдайда болысын дау көрер мақыл. Артыңда арқа сүйер үнің болса, қарындасың түзетер мінің болса. Одан артық бақыттың керегіне, сол екеуі құрметтеп үнің қалсай. Ұрлаған қой болмайды теңге тамақ, денемізге кеткен соң демде тарап. Есеп берер бәріне кез келгендей, қалмағайсың әйтеуір жерге тарап. Ұрлаған қой болмайды теңге тамақ, денемізге кеткен соң демде тарап. Есеп берер бәріне кез келгенде, қалмағайсың әйтеуір жерге тарап. Ынтамен барлық іске кірісіңіз, бақ дәулет әкеледі ау бұл ісіңіз. Терлеп тапқан табысқа қиналмаңыз, еңбек етіп кеңейеді ау танысыңыз. Бұл айтқанды ағайын еске сақта, ақыл сөзді айтамыз кім үшін біз. Ақылмен атпасаң да бұл қадамды, қасиды кенеліңмен ұрысыңыз. Жайсаңдар жақсысың де тіл кетеді, тағдыр бесік тентекті тербетеді. Өмір деген осынау аз ғұмырда, сіз біздесіп өткенге не жетеді. Жайсаңдар жақсысың де тіл кетеді, тағдыр бесік тентекті тербетеді. Өмір деген осынау аз ғұмырда, сіз біздесіп өткенге не жетеді. Өмір деген осынау аз ғұмырда, сіз біздесіп өткенге не жетеді.
рахмет. Тағылымды бір керемет терме екен. Адамға жаңағы ой тербетер, адамның ойланса өмірінің барлық мазмұнын көз алдынан өткізер дүние. Үлкен рахмет. Рахмет. Даусыңыз енді интернетте естігеннен живой естіген әдемірек шығады екен сіздің даусыңыз. Қанша дегенмен енді ғаламтор бәрібір перде болады. Құрметті көрермендер, бүгін бізде жаңа айттық ерекше формат тағылым подкаст. Бұл тағылым асабалардың тағылымы болсын дедік. Тұранның төрінде, Түркістанның төрінде талай тойды басқарып, талай азаматтың қызықшылығына, тойына қызмет етіп жүрген ағаларымыздан түйіп алар бір сұхбат, керемет бір тәлімді дүние болды деп есептейміз. Біздің арнамызбен бізбен бірге болыңыздар. Сіздердің уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Алда да осындай бір тағылымды дүниелерді бөлісеміз десеңіздер, Күлтөбе студиясы қашанда сіздер үшін дайын, сіздер үшін есігі ашық. Құрметті көрермендер, кездескенше аман сау болыңыздар.